Бақылау жұмысының төртінші есебі берілген функцияның анықталу облысын табуға берілген. Ал функциямызды көріп отқанымыздай қарасақ, түбірмен берген және бөлшекпен берген. Яғни иррационал бөлшек функция. Анықталу облысы d деген әріппен белгіленеді. Міне, былай жазамыз да сұра белгісін қойып қояйық. Ал енді анықталу облысы деген не ол? Ол функцияның мәндерін есептеуге болатын, функцияның мәндерін нақты есептеп тауып алуға болатын x-тің барлық мәндерінің жиыны анықталу облысы деген. Яғни y функциясы анықталатын x-тің барлық мәндерінің жиыны ол сол функцияның анықталу облысы деп аталады, және үлкен d деген әріппен белгілеуге келісім бар. Солай белгілейік. Ал неден бастаймыз дегенде, ең бірінші еске түсіретін мәселе бар. Ол кез келген санды нөлге бөлуге болмайтынын еске түсіруіміз керек. Нөлге ешқандай сан бөлінбейді, ал нөлге бөлу дегеніміз ол анықталмағандық деп аталады. Яғни нөлге бөлу анықталмаған. Яғни нөлге бөлгенде кез келген санды неше болады деген сұраққа ешкім жауап бере алмайды деген сөз ғой. Яғни анықталмаған. Нөлге бөлу анықталмаған. Олай болса, дәл осы шартта функциямызға қарап қолдансақ, функциямыздың бөлшек екені көрініп тұр. Бөлімінде x-2 тұр. Міне сол x-2 нөлге тең болса, функцияның мағынасы кетіп қалады. Оған біз жібермеуіміз керек. Яғни x-2 нөлге тең болмау керек. Одан шығатыны x2 деген мәніне тең болмау керек. Егер x2-ге тең болса, көрініп тұр, бөлшектің бөлімінде 0 шығады, функция анықталмаған. Яғни функцияны есептеп табу мүмкін емес. Яғни 2 деген x-тің мәні ол функцияның анықталмайтын нүктесі әрине. Анықтау облысына функцияның кірмейтін нүкте 2 деген. Осыны біз ескеруіміз керек. Бұл бірінші әңгіме. Енді келесі әңгіме. Бұл жерде де мына бір мәселені еске түсіреміз. Кез келген квадрат түбірдің немесе жұп түбірдің астындағы өрнек немесе шама, яғни a дәл қазіргі жағдайда тек қана нөлден үлкен немесе нөлге тең болу керек. Міне. Және жұп түбірдің өзінде арифметикалық түбірлердің ретінде қарастырамыз. О түбірдің өзі де нөлден үлкен немесе тең болу керек. Яғни нөлден кем болмау керек. Онда бұл шартта да қазір біз функцияның анықталу облысын табу үшін пайдаланамыз. Яғни функцияның бөлшегінің алымында түбір тұр. Міне түбірдің астындағы өрнек, қазір ғана айтқан шартымыз бойынша түбірдің астындағы өрнек міне x квадрат минус 5x. Сол функция анықталу үшін нөлден үлкен немесе тең болу керек. Бұл түбірдің, квадрат түбірдің анықталу облысын беретін теңсіздік. Осы теңсіздікті шешсек, осы теңсіздіктің шешімдері ол біздің функциямыздың да анықталу облысы болып шығады. Ал шешуге тырысайық теңсіздікті. Бұл квадрат теңсіздік. X-ті жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Жақшаның ішінде x минус 5 үлкен немесе тең 0 болады. X қай кезде 0-ге айналады? 0-ді қойған кезде 0 болады. Жақша қай кезде 0-ге тең болады? X 5-ге тең болғанда 0-ге тең болады. Яғни біз теңсіздіктің сол жағындағы көбейткіштердің 0 нүктелерін таптық. Сол 0 нүктелерін интервалға саламыз. Міне координата үшін салайын. Соған теңсіздіктің сол жағындағы көбейткіштердің нөлдерін саламыз.
теңіздікте теңдік белгісі бар болғандықтан оларды қара нүктемен сала береміз. Міне 0 нүктесі және 5 нүктесі. Осы 0 нүктелер арқылы біз сан үшін 3 интервалға бөлеміз. Бірінші интервал міне ең сол жақтағы, ортадағы екінші интервал және оң жақтағы үшінші интервал. Бұл интервалдар соңғы теңсіздігіміздің сол жағындағы өрнектің таңбаларын береді. Бұл таңбаны бірінші анықтайық. Мысалы, оң жақтағы интервалдан 10 деген санды ала салайық. 10 әрине 5-тен үлкен сан екені белгілі, үшінші интервалда жататыны белгілі. Олай болса, 10-ды алып барып теңсіздіктің сол жағында x-тердің орнына қоятын болсақ, мына жерде плюс 10 болады, яғни бірінші көбейткіштің таңбасы 10 болады. Жақшаның ішіндегі x-ке 10-ды қойсақ, 10-нан 5 алсақ, плюс 5 болады, яғни жақшаның да таңбасы плюс болады. Плюс пен плюсті көбейткенде плюс болады. Яғни үшінші интервалда, яғни 10 саны жататын интервалда, біздің теңсіздігіміздің сол жағы 10 таңбалы болады екен. Міне интервалдың таңбасы деген осылай табылады және оның мағынасы. Ал енді ортадағы интервалдан да бір санды алайық. Мысалы, 1 деген санды ала салайық. 1-ден сол интервалда жататыны көрініп тұр. Алып барып x-тердің орнына қоятын болсақ, бірінші көбейткішіміз x 10 таңбалы болады. Ал жақшаның ішіне 1-ді қойған кезде 1 азайту 5, ол енді теріс болады. Теріс болады. Ал плюс пен минусты көбейткенде минус болады. Яғни екінші интервалдағы теңсіздігіміздің сол жағының таңбасы минус екен. Енді ең бірінші интервалдағы таңбаны анықтау керек. Ол үшін біз ол жерден минус 1 деген санды ала салайық. Қойсақ, минусты x-тің орнына қойған кезде бірінші көбейткіштің таңбасы минус болады. Ал жақшаның ішінде x-ке минус 1-ді қойғанда минус 1, минус 5, минус 6 болады. Жақшаның таңбасы да минус болады. Минусты минусқа көбейткенде плюс болады. Яғни теңсіздіктің сол жағының таңбасы бірінші интервалда 10 екен, плюс екен. Міне асықпай интервалдардың таңбасын анықтауды талдап, біртіндеп түсіндіруге тырыстым. Бұл теңсіздіктерді шешудің интервалдар әдісі деп аталады. Бұл өте маңызды тәсіл. Теңсіздіктер шешкенде әсіресе ең бірінші қажетті құрал сайман интервалдар әдісі деген. Бұл интервалдар әдісін біз әлі көп есептерде қарастырып, барынша кеңірек талдауға тырысамыз. Жақсылап үйренуге тырысамыз. Ал енді есебімізге қайтып келсек, міне теңсіздіктің шешімдер жиынын қалай табамыз енді дегенде, ең соңғы келіп тұрған теңсіздігімізге қарасақ, ол 0-ден үлкен болсын дейді. Сол жағындағы өрнек 0-ден үлкен болсын, яғни 10 болсын дейді. Яғни теңсіздіктің сол жағындағы өрнектің 10 болатын интервалдарын жазып ал дейді. Сол осы теңсіздіктің шешімдері болады дейді. Ал 10 таңбалы интервалдар, ол екеуі міне. Бірінші интервалдың таңбасы 10 және үшінші интервалдың таңбасы 10. Сол екеуін жазып алсақ, ол соңғы теңсіздігіміздің шешімдер жиыны болады. Абайлап жазып алайық. Жай жақша бірінші интервалды жазып отырмын. Минус шексіздіктен бастап 0-ге дейін және квадрат жақша. Өйткені 0-де осы шешімдер жиынына кіреді. Және екінші оң интервалымыз ол үшінші интервал. Квадрат жақша, өйткені 5-тің өзде кіреді осы шешімдер жиына. 5-тен бастап плюс шексіздікке дейін жай жақша. Міне бұл берілген теңсіздігіміздің шешімдер жиыны. Ал енді бізге не керек еді? Бізге берілген функцияның анықталуы болса керек еді. Оны қалай жазамыз дегенде, біз қазір функцияның анықталуысын жазамыз, бірақ бірінші біз мына екі жағдайды қарастырдық, екеуін байланыстырайық бір-бірімен. Қалай дегенде, басында біз айттық, бөлшектің бөлімінде өрнекті 0-ге тең емес деп, x-тің 2-ге тең болмау керек екен. Яғни x-тің 2 деген мәні анықталу облысына кірмеу керек екенін анықтадық.
Міне осыны міндетті түрде тексеру керек. Міне осыны тексеру керек. Міне әтейіп көрсетіп қояйын. Міне екі интервалдардың біреуінің ішіне кіріп кететін болса, ол дұрыс болмайды, онда екіні шығарып тастауымыз керек болады. Ал екі саны екі интервалға да кірмейтін болса, онда сол интервалдардың өзін анықталу облысы ретінде ала саламыз. Түсінікті түрде айттым ғой деп есептеймін. Бірнеше рет тыңдап түсінуге болатын шығар. Қарайық тексеріп қана. Бірінші интервал минус шексіздіктен нөлге дейін 2 бар ма соның ішінде? Жоқ, 2 жоқ. Екінші интервалда 5-тен шексіздікке дейін 2 бар ма? Жоқ. 2 қайда қалды өзі дегенде? Мынау интервалдардан бірінің суретінен қарасақ, 2 деген нағыз анау теріс таңбалы интервалда қап кетіпті. Ол жүде жақсы. Өйткені анықталу облысына 2 саны кірмеу керек. Онда функция анықталмай қалады. Тағы да айтып отырмын қайта-қайта. Болды, тексердік. Олай болса біз функцияның анықталу облысын еркін, сенімді түрде жазуымызға болады енді. Оны былай жаза салайық. Берілген функцияның анықталу облысы ол минус шексіздіктен нөлге дейінгі аралық және квадрат жақша 5-тен плюс шексіздікке дейінгі аралық. Міне осы екі интервалдың бірігуінен тұратын жиын ол берілген функцияның анықталу облысы болып табылады. Міне, немесе басқаша айтуға да болады. Берілген функцияның анықталу облысы міне осы екі интервалдардың бірігуінен тұрады. Өйткені олардың ортасындағы u белгісі ол бірігу белгісі. Міне бұл есебімізде бітті. Қазір ең соңғы 5-ші есепке өтеміз.